Шығыс медицинасында куркума көптеген мың жылдар бойы қолданылып келеді. Куркуманың қабынуға қарсы және антиоксиданттық қасиеті дәлелденген. Баршаңызға сәлем, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз және ауырмасын деген жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Сонымен куркуманың пайдасы жайлы. Біз неліктен ауырамыз, қартаю процесі қалай жүреді? Бірінші, созылмалы аурулар мен қартаюдың басты механизмі перманентті қабыну. Жалпы қабыну процесі ағзаның клеткаларында пайда болып, жас ұлғайған сайын қабыну процесі де ұлғая түседі. Сондықтан біз жасымыз ұлғайған сайын созылмалы аурулардың да көбейе түсуін байқаймыз. Созылмалы аурулар жалпы қан айналу жүйесінде өзгерістер туындатып, жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларына алып келуі мүмкін. Ал куркума құрамындағы куркумин өте мықты оксидант болып есептеледі. Куркумин қабынуға қарсы таптырмас өнім. Куркуминнің қабынуға қарсы әсерін кейбір дәрілерден де ала алмайсыз. Сонымен қатар, дәрілерге қарағанда куркуминнің кері әсерін де байқамайсыз. Екінші, рак клеткалары. Куркумин рак клеткаларының пайда болуының алдын алады, ал пайда болған клеткалардың өсуін тоқтатып, ағзаға оң әсер беретінін Техас университетінің зерттеушілері дәлелдеген. Үндістер дерлік барлық тағамға куркума дәмдеу үшін қосады. Сол себепті Үндістанда салыстырмалы түрде онкологиялық аурулар сирек кездеседі. Мысалы, қуық асты безі рагы 50 есе, кеуде безі рагы 5 есе, бүйрек рагы 10 есе, ал өкпе рагы 8 есе аз кездеседі. Үндістандық әрбір тұрғын күнделікті 1 грамм мен 3 граммға дейін куркума қабылдайды. Оларға бұл қалыпты жағдай болып есептеледі. Егер адамда онкологиялық ауру болса, тек қана 3 грамм куркума қабылдап, аурудан толық жазылып кетеді деп ойлау әрине ақылға қонымсыз. Бұндай жағдайда дәрігерлермен ақылдаса отырып, комплексті ем қабылдаған жөн. Десек те, куркуманы күнделікті қолдану рак ауруын емдеуде және оның алдын алуда таптырмас көмекші екенін естен шығармаған жөн. Үшінші, миды қорғайды. Күнделікті куркума қабылдау миды әртүрлі бұзылыстардан қорғайды. Когнитивті бұзылыс, орталық жүйке жүйесіндегі регенеративті бұзылыстың алдын алады. Ал депрессия кезінде таптырмас өнім. Жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқыны ретке келтіреді. Куркума құрамындағы куркумин қуаныш гормоны серотониннің бөлінуіне әсерін тигізіп, миға оң әсерін береді. Альцгеймер ауруының алдын алады. Деменция мен ақыл-ойдың кемістігін болдырмауға көмектеседі. Төртінші, артрит. Артрит буындардың созылмалы қабынуы. Қазіргі таңда жас айырмашылығына қарамастан, жастар арасында да кеңінен тараған ауру. Куркуманы күнделікті рационыңызға қосу арқылы буындардағы қабыну процесін азайтып, қимыл қозғалыстың жақсаруын қамтамасыз етуге болады. Бесінші, бауырға әсері. Куркуманы бауыр аурулары бар адамдар қолданса, нәтижесі көп күттірмейді. Бауыр клеткаларын жаңартып, бауыр қызметін жақсартады. Зат алмасуды жақсартып, ішектердің жұмысына оң әсер етеді. Ағзаны токсиндер мен шлактардан тазартады. Денедегі артық сулардың шығуын қамтамасыз етеді. Алтыншы, артық салмақ. Шығыс дәмдеуішінің адам ағзасына және сымбаттылығына тигізер пайдасы мол. Куркуманы қолдану арқылы артық салмақтан арылуға болады. Куркума құрамындағы куркумин тәбетті басып тоқтық сезімін береді. Тәттіге деген құштарлықты басады. Нәтижесінде артық майлардың ыдырауына әсер етіп, дене бітіміңізді сымбатты ете түседі. Куркуманың адам ағзасына сіңімділігі жақсара түсу үшін қара бұрышпен бірге қабылдаған жөн. Куркуманың қарсы көрсетілімдері барында естен шығармағанымыз дұрыс. Бірінші, жүкті әйелдерге қабылдауға кеңес берілмейді. Екінші, куркума қандағы қант деңгейін өте жылдам төмендеткендіктен қант диабетімен ауыратындарға қабылдауға кеңес берілмейді. Үшінші, куркумаға қандай да бір аллергиялық реакция болса, куркуманы қабылдамағаныңыз дұрыс. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін рахмет.
ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.